Сәлем достар! Бүгін сіздермен өмірімде жеген ең дәмді, ерекше тәтті, ауызда еритін мінсіз балды торттың рецебімен бөлісемін. Алдымен карамельді кремнен бастаймыз, себебі ол суы керек. Асты қалың табаға қантты салып, толық ертіп аламыз. Басында қатты отта ертеміз, кейін қант азайғанда ең баяу отқа қойып, қантты күйдіріп алмай араластырып тұрып, толық ертеміз. Қасына басқа табаға сүтті орташа отқа ысытуға қойып қоямыз. Қайнатпаймыз, бірақ қатты ыстық болуы керек. Қант толық ерігенде оттың астын басып, ыстық сүтімізді өте абайлап, аздап құйып тұрып, тоқтамай араластырып тұрамыз. Өте абайлап жұмыс жасаймыз, себебі карамель сүт құйған соң қатты бұрқылдап кетеді. Сүт салқын немесе жылы болса, еріген қант қатып қалуы мүмкін, сол себепті сүттің ыстық болуы өте маңызды. Екінші қолмен тоқтамай араластырып тұрамыз. Абайлап сүттің бәрін қосып болған соң 30 секундтай отта ұстап, сосын алып тастаймыз. Бөлек ыдыста жұмыртқа мен жүгері крахмалын араластырып аламыз. Рецепт бойынша салған жүгері крахмалы өте көп екен, сол себепті мен сіздерге астына дұрыс мөлшерін жазып кетемін. Сөйтіп араластырып тұрып, жаңағы карамельді сүтімізді ақырындап кішкенесін қосып араластырып аламыз. Жақсылап араласқан соң табадағы сүтке қосып, араластырып отқа қоямыз. Осы кезде де тоқтамай араластырып тұру өте маңызды, себебі асты тез күйіп кетеді. Басқа ыдысқа ауыстырып, май қосып араластырамыз. Мен астына жазған жүгері крахмалының мөлшерін қоссаңыздар, сіздерде сұйықтау болады, және де сол дұрыс. Содан кейін жақсы сападағы вареная сгущенка қосып араластырып аламыз. Менікінде вареная сгущенка ерімей жатса, блендермен езіп алуға да болады. Менде қоюлау, себебі оригинал рецептте көбірек крахмал берілген екен. Мен сұйылту үшін кішкене сүт қосып блендерлеп алдым. Міне жалпы сіздерде мен жазған рецептпен дәл осындай сұйықтау крем болуы керек. Бетін пленка немесе пакет тиіп тұратындай жауып, толық суға қойып қоямыз. Енді балды қамыр дайындаймыз. Асты қалың табаға қант пен балды ертіп аламыз. Толық ерген кезде ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай көпіршіп көтеріледі. Астын сәл басып, тағы біраз араластырып тұрып, осындай карамельді түске енген кезде сапалы 82% май қосып, тағы араластырып тұрамыз. Басқа ыдысқа құйып, суытып аламыз. Қол күймейтіндей жылы болғанда жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін електен өткізілген ұн қосамыз. Барлық ұнды бірден қосып жібермеңіз. Міндетті түрде кішкене ұнды алып қалыңыз, себебі ұнның әртүрлі болуына байланысты біреуге көбірек, біреуге азырақ керек болуы мүмкін. Осылай бірінші лопатамен араластырып, сосын дастарханға түсіріп, қолмен илеп аламыз. Қамыр өте жұмсақ және қолға жабысқақ болуы керек. Көп ұн қосып, қатты қылып алмаңыз. Енді теңдей 10 бөлікке бөліп, домалақтап аламыз. Тарелкаға салып, бетін жауып қоямыз да, біртіндеп қамырды қағаз үстіне жаямыз. Аз ғана ұн сеуіп жаюға болады. Мен жайып алған соң 20 диаметрлік кольцомен үстінен басып алдым. Енді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде әр коржды 5 минуттан пісіріп аламыз. Ыстықтай кезде пышақпен кольцоның ізімен өтіп, кесіп аламыз. Осылай барлық корждарды пісіреміз. Он 15 жылдық тәжірибемде қаншама балды торт рецепттерін пісіріп көрдім, бірақ тот самый дейді ғой, сондай болмайтын мен үшін. Дәл осы рецепт мен үшін көңілімнен 100% шыққан мінсіз балды торт болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Енді кольцода тортты жинаймыз. Әр корждың ортасына 2,5-3 ас қасықтан крем салып, қасықпен жағып шығып, келесі коржды қойып, солай барлық 10 коржды жинап шығамыз. Бетін жауып мұздатқышқа шамамен 2 сағатқа қойып аламыз.
Келесі кесіп тастаған корждарды блендерге салып майдалап аламыз. Мұздатқыштан шыққан тортты кольцодан босатып, беті мен шеттерін тегістеп, майдаланған коржбен қаптап шығамыз. Енді тоңазытқышқа крем сіңуі үшін бір түнге немесе кем дегенде 5 сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін ғана кесуге болады. Өте жұмсақ, ауызда еритін ерекше дәмді болады. Бұндай балды тортты сіз точно жеп көрмедіңіз. Бұл ерекше, себебі классика балды тортта көбіне кілегейлі немесе қайнатпалы креммен жасайды. Ал бұл ерекше карамельді болып шығады. Жасап көруге қатты кеңес беремін. Видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз. Ас болсын.